Assalamualaikum қазақ елі. Мына жердегі дайын болып жатқан биогумусымыз 3 бот трактормен жинатып жатыр мына жерге. Орнын ашып жатыр, Құдай қаласа. Бұл жерге енді орнына картошка ексек қой деп отырмын. Бос жатқанша картошка егіп сондай әрекет жасаймыз. Келесі бортымыз Алла қаласа осы жаққа түседі. Жаңадан биогумус осы жақта өндіреміз. Бұның жерін өзгертіп жатқан себебімді айтып кетейін. Мынау өздеріңіз көріп отқандарыңыздай жер бізде сор. Мына жерге былтыр осылай сор болып жатса да, биогумустың арқасында әжептәуір жеміс жедік, Аллаға шүкір. Енді бұл жерге көң түсіріп биогумус өндірсек, кейін бетіндегі биогумусын сатамыз. Жері жаңағы үстіне суарып отырғаннан кейін жаңағы вермичай деген болады. Мынау биогумусқа уже 50-60% көң биогумусқа айналып бастаған кездегі үстіне шашылған су ана биогумусты жаңағы жуып өтеді ғой. Сол осы жерге сіңе береді дағаны, жер керемет күшіне енеді. Тыңайтқышы енді Алла қаласа алдағы көре жатасыздар. Мына жерге ешқандай да биогумус та салмаймын, іштеме бермеймін да, тек қана осы құр жердің өзіне егемін Алла қаласа. Содан результатын бәріміз бірге көреміз, иншалла. Беріп жатса, осы шамалы жердің өзінен керемет өнім алуға тырысамыз енді. Әуелі Алла, сосын кейін Аллахтың кереметі мынау биогумустың жаңағы вермичайының жерге сіңіп, мына жер енді кәдімгі керемет бабында жатқан жер болып есептеледі. Себебі бұл жерге вермичай сіңді, қаншама жоқ деген өзінде де қаншама биогумустар қалады. Сондықтан бұл жер Құдай қаласа алдағы уақытта керемет жемістерін береді деген сенімдеміз. Құрттарды қараңыздар. Енді малюктар, кішкентай малюктар, құрттың кішкентай балалары. Бұларға қазір мынау жәшіктердің ішінде де 2 күнде әжептәуір құрт кірген екен. Осыны қазір қайтадан осы жерлерге қойып қоямын. Әр жеріне қалған құрттар ана көңнің иісін сезініп өздері келіп кіретін болады. Осы кезде бұдан шыққан бұның ішінде жиналған құрттарды Құдай қаласа кеше бір кісі келіп көріп кеткен. Енді ол кісі 4 коробкасын алам дейді. Банан коробкасын 1 коробкасы 15 мың теңгеден менде құрттар. Ана жақты көрсеттім, ар жақты көрсеттім, құрттардың қандай екенін, қалыңдығын. Сол жақтан салып беремін де, мұна коробканы ертең мына жерге түсірген көңдер бар ғой, соларға тастаймын. Бұл жердің өзінде де әжептәуір құрт шығып қалады деп ойлаймын. Мына жерде қанша бар? 5, 10, 16, 17, 18 коробка екен. 18 коробкадан енді бір банан коробкамен есептегенде бір 3 коробка, 4 коробка шығатын жар. Соны осы жерге тастаймыз, және де мына жақтан да көңдер арасынан құрттарды алып саламыз. Құрт көп болса, биогумус жақсы, таза биогумус болады. Ауылда осылай тіршілік жасауға болады екен. Мен өзім қалада тұрамын, қалада этаж үйде тұрамын. Сол қаладан келіп, мынау ауылда қайнатамның есігінің алдында жасап жатқан жайымыз бар. Мына жерден, мына бетінен жер алдық. Аллаға шүкір 25 сотық жер берді. Әйеліміз екеуміздің атымызға. Енді оны ол жерге биогумус өндірерімді или басына там салып ана жер жеке қылу 3 жыл арендаға берді.
3 жылдан кейін 1 жылға создыруға болады екен. 3 жыл 4 жылдың ішінде басына фундамент құйып, там салып, есік терезесін салып, төбесін жабуым керек екен. Әйтпесе үкіметке қайтадан өтіп кетеді екен. Мен айтайын деген бұл жерде кәсіппен айналсам деп мен жер сұрадым, берді. Олар енді былайша қарап отырсаң, мен секілді кәсіпкерлерге өте аяққа тұсау болады. Қолға байлау болады екен. Мен енді ол жерде 100 мың ақшам кетті, екі жерге. Ол жерде енді басына там салып, жекешелендіріп алуым керек. Немесе жер қайтадан өкіметке өтіп кетеді, 100 мың теңге күйіп кетеді. Енді ол жерге мен бүйгіміз жасауға емес, керісінше ол жерге бірден келіп қаражат тауып жаңағы там салудың қамын ойлау керек. Ол мен алдында ойлам, қоршап аламын дағы, сым сеткімен қоршап алып, содан жаңағы ішіне көң түсіріп, бүйгіміз өндірем бой деп. Сөйтсем оған ол келмеді. Оны қоршап не алудың өзі әжептәуір ақшаны талап етеді. Сондықтан мен ол жерге енді қоршамай-ақ екі жеріне екі временка салу керек болып тұр ғой. Оған өзі әжептәуір қаражат керек. Әр қазағымыз бай болсын, әркімге Алла жар болсын. Ассаламу алейкум.